Қайырлы күн. Бүгінгі қарастыратын сабағымыз білім алушы атынан жатақхана модуліне өтінім беру. Ол үшін жүйеге білім алушы атынан кіреміз. Мәзірлерден өтініштер жатақханаға өтініш беру бөлімін таңдаймыз. Бұл бөлімде жатақханаға тұру ережелері және шарттары бөлімімен ережелер мен шарттармен таныса аламыз. Ары қарай бұл бөлімде білім алушы үшін түрі қарастырылған, яғни өтініштердің түрі және де мәртебелері. Білім алушы жатақханаға өтініш беру үшін жасау батырмасын таңдайды. Ары қарай түрі, яғни қандай өтініш түрі. Бұл жатақханадан орын алуға өтініш беру жағдайында өтініш түрін таңдайды. Келесі қызыл жұлдызшамен белгіленген ақпараттардың барлығын толтырады. Барлық ақпараттарды таңдағаннан кейін келесі жатақхана бөлімінен, яғни қандай жатақханада тұрғысы келеді тізімнен сол жатақхананы таңдайды. Және де жатақхана туралы ақпарат, яғни жатақхананың бір жылғы жалға алу құны қанша, бір айғы құны қанша көруге болады, және де аталмыш жатақханада бөлмені таңдау қарастырылмаған туралы ақпаратты көруге болады. Яғни білім алушы тек қана жатақхананы ғана таңдай алады. Келесі бөлімде білім алушының жеке картотекасы бөлімдегі барлық ақпараттар қарастырылған және де жеңілдігі қарастырылған. Ары қарай өтінішімізді сақтаймыз. Келесі өтінішімізді жіберу үшін қосып жіберетін құжаттарды белгілеңіз бөлімде қандай да бір құжат түрлерін жүктеуімізге болады, және де бұл бөлімде жеке куәлік міндетті, сондықтан жеке куәлігімізді жүктейміз. Қосымша бізде құжаттарымыз жоқ жағдайда ұсынылған деректер мен құжаттардың дұрыстығын растаймын мәнін белгілеп, ары қарай өтінімді беруімізге болады. Және де бұл бөлімде білім алу үшін жатақханада тұру ережелері және шарттары да қарастырылған. Өтінімді беру батырмасын таңдап, сұранымға иә мәнін белгілейміз, және де біздің өтінішіміз жатақханаға тексеруге жіберілгенін көруімізге болады. Ал өтініштер бөлімінде статусы жіберілді статусымен сақталады. Келесі қызметкерлер өтінішімізге мақұлдағаннан кейін біздің өтінішіміздің мәртебесі бекітілді мәртебесіне өзгереді, және де бұл жерден өтінішті және де ордерді жүктеп алуымызға болады. Келесі редакциялау батырмасын таңдау арқылы құжаттарды құру бөлімінде мекендеу құқығының ордерін, тұрғын жайды жалдау келісім шартын және жатақханадан орын алуға өтініш бөлімдері арқылы бізге қажетті құжаттарымызды жүктеп алуымызға болады. Ал түзетулер тарихы бөлімінде қандай да бір түзетулерге жіберілген өтініштердің түзеткен күні мен мәртебесі бейнеленетін болады. Осындай ретпен білім алушылар жатақханадан орын алуға өтініш жібере алады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.